Күйеулер сайысы. Қайын жұртымнан келген шақыру қағазы таң қалдырды. Күйеулер сайысы болады екен. Сен қатысасың депті бір қайнағам. Несі бар? Қатыссам, қорқамын ба? Өнер деген былайда былай жетеді. Озып шықпасам да соңында қала қоймаспын дедім де келісім бердім. Байқаудың шарты мәлім ғой. Таныстыру, өз өнері сияқты көршілер. Жігіт сұлтаны дегенді естушік, күйеулер сайысы дегенді де көретін болдық. Үйде өзімше дайындалып жүрдім. Соңында қап кетіп шерменде болар жайым жоқ. Жүлдеге ілінуім керек. Қайын жұрттың алдында абыройым жоғалса, масқара сол. Әйелімнің табасы одан да жаман. Демек озамын. Байқау өтетін күні кешікпей бардым. Күйеу біткен жиналып алыпты. Сахна сыртында өздерінше дайындалып жүр. Біреуі мойнына жылан орап алыпты. Кәдімгі тірі жылан. Солай таң қалдырмақ. Күйеулер сайысына озу үшін қалаға циркке барып курстан өткен болса да таң қалмаймын. Біреулер домбырасын тыңқылдатып, өзінше миы ашып әлек. Солай у-шу болып жатыр едік, есік алдында шу басталып кетті. Елең ете қалдық. Бір күйеу көкпарға шауып жүрген атын әкеліпті. Өнерін солай көрсетпек шығар. Оған ұйымдастырушылар көнбеді. Сахна тар ғой, көкпарды қай жағына шабасың? Анау ашуланып кетті. Қатыспаймын деп кетіп қалды. Басталды. Ойыма қулық келді. Мұндай жерде шын талантты оза бермейтінін білемін. Басқаша амал керек. Ол амалды таптым. Сөйттім де таныстыру кезінде өзімді әкімнің құдасымын, бөлем облыстық прокурор, жиенім министр деп судай сапырдым. Таныстыруым сенімді шыққан сияқты. Өйткені әзіл-қазылар алқасы мен таныстыруды орындап жатқанда бір-бірімен күбірлесіп қозғалақтап кетті. Қулығым іске асқанын сезе қойдым. Таныстыруда ең жоғары ұпай маған берілді. Солайша қазыларды өзіме қаратып алдым. Қызықтың бәрі өз өнерін көрсететін кезде болды. Бағанағы жылан ұстаған жігіт жолда қалды. Бір қатысушы сахнаға балта алып кірді де, жынды адамға ұқсап қабырғаның сылағын түсіре бастады. Зал дым түсінбей әлек. Бір кезде қапшығын әкелді де, ішінен бірдеңелерді шығарып, суға араластырды да, қабырғаға лифка шаға бастады. Солайша үсті басы быт-шыт болды да, көпшілікке иіле тәзім етіп, сахнадан шығып кетті. Бір қатысушы, мен рельс ие аламын, бірақ жетісайдан рельс таппадым, деп жатқанын құлағым шалып қалды. Мен машинаны орнынан айналдырамын, бірақ сахнаға машинаны қалай кіргізем, деп жатты біреу. Менше бардым да бір өлеңімді шырқай салдым. Қазылар мені өтірік мақтай жөнелді. Шамасы жаңағы дөкей туыстарыммен араласатын ойлары бар сияқты. Міне жанды дауыс. Қазір фонограммамен айтатын әншілер көп. Мұндай прокурордың бөлесін, жоқ кешіріңіздер. Мұндай өнерпазды бағаламау күнә. Күнә жайлы айтып еді, жандағы қазылар астапыралла десті. Қорытынды шығатын кезде де қазылар бір ауызда менің атымды атады. Сол-ақ екен әділетсіздік деп басқа күйеулер тулап кетті, шулап кетті. Жаңағы жыланы бар жігіт сахнадан жүгіріп шығып кетті де, жыланын көтеріп әкеліп қазыларға лақтырып жіберді. Шамасы 6 жасар апамыздың киносын көп көрген ау. Зал у-шу, құлағым тұнады. Жылан қазыларды қорқытудың орнына жорғалап қашты да, еденнің тесігіне кіріп жоқ болды. Бағанағы құрылысшы жігітте қарап қалмады. Қабырғадағы өзі жаққан левкасты балтасымен шауып тастады. Көпшілік ажыратпағанда қазылар мен күйеулер бас салып төбелесермеді. Сайыс біте ауылға қаштым. Қазылардың бір-екеуі, әй күйеу бері кел деп өздеріне шақырып жатыр еді. Естімеген адам құсап зыттым.